Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Бұл торт өте жұмсақ кесіледі және де өте дәмді шығады. Ендеше біз бастаймыз. Оған керек заттар: қант, сүт, разрыхлитель, су, 2 жұмыртқа, май және де ұн керек болады. Ең бірінші ұнымызды салып аламыз. Ұнымызды салып алғаннан кейін қопсытқышымызды, яғни разрыхлителімізді саламыз. Келесі кезекте қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне, араластырып болдық. Ендігі кезекте 2 жұмыртқамызды алып, сарысы мен ағын бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін жұмыртқаның ағын осылайынан миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қантымыздың жарты бөлігін салып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Міне, араластырып болдық. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың сарысын да миксермен араластырып алғаннан кейін қантымыздың ең соңғы кіші бөлігін салып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Міне, араластырып болдық. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысын жұмыртқаның ағына қосамыз. Қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Міне, біз араластырып болдық. Ендігі кезекте бұл жұмыртқамызға ұнымызды осылайынан жартысын қосып отырып араластырамыз. Міне, біз дайын болды, дайындап алдық. Ендігі кезекте сүтімізді қосып араластырамыз. Сүтімізді қосып болғаннан кейін күнбағыс майын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Күнбағыс майын қосып болғаннан кейін суымызды қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық және де біздің торттың қамыры дайын болды. Ендігі кезекте табамызды қыздырып, май қоспай, осылайынан барлық корждарымызды пісіреміз. Асты піскеннен кейін үсті осылайынан көпіршік пайда болады, одан кейін келесі бетіне аударамыз. Міне, асты осылайынан піседі. Біз барлық корждарымызды осылайынан пісіріп алдық. Ендігі кезекте креміне келсек, кремі бізде сливкиден дайындалған. Бұл крем өте дәмді шығады. Бұл кремнің рецепті біздің каналымызда бар. Ссылкасын, яғни сілтемесін описанияда қалдырып кететін боламын. Ендігі кезекте тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинағанда жан-жағын түзулеп кесіп аламыз. Содан кейін тортымызға кремімізді қойып, тортымызды жинаймыз. Міне, жағып алдық. Енді үстіне коржымызды қойып, барлығын осылайынан қойып шығамыз. Содан кейін жан-жағын кесіп алған корждарымыздан осылай сырттарын кесіп алғаннан кейін блендермен өткізіп, осылайынан бетін әрлейміз. Содан кейін 4-5 сағатқа холодильник, яғни тоңазытқышқа қоямыз, және де біздің тортымыз дайын болады. Бұл өте жұмсақ кесіледі, кремі де сіңіп дайын тұрады, яғни дайын болады. Міне. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.